телекөрермендер, Орта толсын студиясында қонақта кәсіпкер, фотограф әрі дизайнер Сабыржан Әбдірайымбек. Амансыз ба? Студиямызға қош келіпсіз. Жалпы бүгінгі күні жалпы әлем халқы ескі суреттерді еске алу күнін тойлайды екен. Бұл дегеніміз, осыған дейін өзіңіз білесіз, отбасылық фотоға түсу үшін өте қиын болатын еді. Екінің бірі барып түсуге мүмкіндік болмаған. Қазір мынау заман талабына сай, екінің бірі смартфонға да суретке түсіп, фотоальбом жасай береді, е? Осы тұста сіздің фотограф саласына қай кезде келдіңіз? Жалпы содан бастасақ сұрақты. Не себепті осы салаға бет бұрдыңыз? Негізгі мамандығыңыз қандай еді? Бұл салаға мен мектеп бітіргеннен бастап не істедім, қызықтым бұл салаға, фото саласына. Бірінші мен официант болып бастадым. Тойханада официант болып жүріп, официанттың жұмысы өте қиын, көп уақытын кетеді, ақшасы да аз. Солайынан, бірақ мен тиімді жағын қарай бастадым. Жан-жақты байқап жүрдім дейсіз ғой? Тиімді жағын қарап, қайсысы тиімді маған, официант болған тиімді ма, немесе фотограф болған тиімді ма? Фото саласын көрдім, сол жерде балдармен таныстым, тойға келетін фотограф балдармен солардың қасында жүрдім, сөйтіп үйреніп, осы фото саласына келдім. Фото саласына деп айтып отырсыз. Міндетті түрде фотоаппарат болу керек. Фотоаппаратты қайдан алдыңыз? Ата-анаңыз көмектесті ме? Жалпы қарсы болмады ма той саласына келгеніңізге? Жалпы ата-анам бұл маған фотоаппарат не алып берген жоқ. Мен өзіңіз? Мен біріншісінде биттім. Өзімнің жолдас балдарымның фотоаппаратын арендаға алдым. Біріншісінде фотоаппаратын арендаға алып, менде фотоаппарат бар деп заказ іздей бастадым. Мен заказ табу керек па? Ең бірінші заказдарым садиктерден келе бастаған мен. Үй жағымдағы бүкіл садик, менде қалтымда ақшамда жоқ еді, сол кезде фотоаппаратым бар. Бірақ үй жағымдағы садиктерді аралап, тапсырыс жинадыңыз? Тапсырыс жинадым. Мен фотографпын, мен фотоаппаратым бар, мен осындай түсіре аламын деп. Сөйтіп садиктер менің номерім жазып алып қалды, осы күн келер, шақырамыз, келді. Сөйтіп бір 10 садикке ма кірдім, соның 3-4-еу не істеді. Шақырды, жазып алып қалды. Сонымен жай-жай айналысып бастадым. Туысқандар, нелер, үйдегілер бәрі бұл салаға басында қарсы болды. Ой, қоясаш бұны. Ештеңе шықпайды деп. Өйткені қазіргі заман сәл жұмбақтау несі ғой бұл енді. Бұл қазіргі технология несі, бұны түсінбейді. Қазір мына мимен жұмыс істеп ақша табатын заман дейсіз ғой. Салыстырмалы түрде қара күшпен емес. Қазір тек заман дамып жатыр, мүмкіншіліктер де көбейіп жатыр бұл салаға. Ата-анаңыз қарсы болды? Кішкене қарсы болды, енді бірақ қазір қарсы емес. Қазір қолдайды сізді? Қазір қолдайды, қазір ақша сұрайды десең. Табысыңыз жайында айтып өтсеңіз. Енді фотограф болып жүрген пайда жағы көбірек болды дедіңіз, е? Уақыт аз жұмсалады, қара күш жұмсалмайды. Енді даяшы болған кезде бәрібір көбірек қимылдайсың, солай ғой? Фотограф болған қатты қиын емес дедіңіз, бірақ табысы даяшыдан қарағанда көбірек. Әлде ол сатуға да байланысты ма, суреттерді? Жоқ, суреттерді сатуға емес, біз заказды аламыз, клиенттен аламыз, келсеміз клиентпен, барып, түсіріп беріп, соны не істейтін едік. Біз өзіміз клиентпен, тек қана клиенттермен келісетін едік. Соларға альбом жасап беретін едік, тойларға шығатын едік. Сөйтіп, тойларда жүрген кезде, тойдың ішінде де көптеген салалар бар екен, соларды көре бастадым. Солардың бірі, мысалы, қазір тойдың басында қоятын баннер. Сол саланы қатты көрдім, соған қатты қызыға бастадым. Ол жерде де табысы қандай екен деп ойландыңыз ғой бірінші кезекте? Мысалға, фотограф болып тойда жүресің, тойда мысалы официанттықтан айтайықшы, бағанағы официант боласың, ұзақ уақытың кетеді, түнде де қаласың, ыдыс аяқ тасисың, алатын бір 1000 теңге, 2000 теңге еді. Сол кездері. Ал фотограф болған кезде, фотографты тойға барасың, 3-4 сағат той түсіресің, 15 000 теңге аласың. Ол сурет сатқанға байланысты емес пе? Жоқ, сурет сатқанға байланысты емес. Біз альбомға неге келсеміз, өзі 15 000 теңге қалатын еді. Сөйтіп, мен өзім тиімді жағын қатты ойлай бастадым, қайсысы маған тиімді деп. Сөйтіп, қазір баннерлерді көре отырмын, сол заман неде. Осыдан 3-4 жыл бұрын баннерлер хит болып бастай бастады. Сол кезде резко сол саланы үйреніп алып, тойға баннер қойып кетесің. Уже енді тойда 3-4 сағат жүріп, фотограф болып жүріп, міндет емес. Тойдың барысында 1 сағат барасың, жұмысын істеп, баннерді орнатып кетесің.
Болды. Енді бізді көрермендер көріп отыр, мына арнайы студияда үстелдің үстінде баннерді жұмыстары тұр. Байқасақ, бұл жерде дизайнерлік жұмыста байқалайды, шармен жұмыста байқалады. Осы тұста арнайы оқытудан өттіңіз бе, әлде барлығын өзіңіз зерттеп, өзіңіз үйреніп алдыңыз ба? Бұл сала негізінде, мысалы, шарлар қалай үйренетіндерін, шарларды қалай оформление жасауды өзім ұзақ уақыт нелерді. Ютубтан қарадыңыз? Ютубтан шетелдің орыс нелерінен қарап, сайттарынан қарап, көріп, үйрене бастадым. Сөйтіп, соларды көріп, қателесіп, біраз сөйтіп тәжірибе жиналды. Дизайнерлікті қазір меңгердіңіз. Мұндағы жасалынып тұрған шарды да өзіңіз безендіресіз, баннерді да өзіңіз қоясыз. Әлде көмекшілеріңіз бар ма? Бар, інілерім бар, қазір қасымда көмектесетін. Қазір дизайнды, тек қана дизайнмен ғана істеп жатырмын, и баннерді уже інілерім қоя бастады қазір тойға. Мен тек қана заказды алам, клиентпен келсем, и қалғандарын інілерім істейді. Мен тек дизайн істеп берем. Енді осы тұста мынандай сұрақ келіп туындайды. Қазір сұраныс жағында өзіңіз байқап отырса, көбісі балаларға арналған баннерлер екен, яғни сіз белгілі бір бағытты таңдап алғансыз ба, әлде кез келген тойларға жасай бересіз бе? Және де сұраныс қаншалықты көп түсіп жатыр? Қазір тойларға рұқсат берілді ғой, көбейген шығар. Сұраныс өте көп. Бізде мысалы баннерде мен өзім таңдаған бағыт, негізінде бұл да баннерде көп. Бізде қазақта той көп қой, үйлену той, қыз ұзату, сүндет той, әртүрлі тұсаукесер, бесік той деген сияқты. Мен соның детский жағын, балаларға арналған жағын ғана таңдап алдым. Олар сәл жұмысы да оңай, и негізінде өзіме қатты ұнайды негізінде. Балалармен жұмыс жасаған ыңғайлы дейсіз ғой. Балалармен жұмыс жасап, и соны дизайн жасаған да өзіме ұнайды. Жалпы, сіз тапсырысты аласыз, алғаннан кейін, мысалы, алдын аласыз, дұрыс па? Жаңаға арнайы дизайнда тұтынушыға көрсетесіз бе? Әлде бірден сол жерге апарып қойғанда көреді ме? Қалай болады ол жағы? Жоқ, ол клиенттің келісімімен болады. Бірінші заказды алғаннан кейін оның дизайнын бәрін келісесіз, сөйлесіп, өзі таңдайды, каталогтар жібереміз оған, таңдап, мынаны істеп бер деп айтады, өзі аты жөнін жазады, и дизайн жасап, клиентке жібереміз, клиент өзі ұнатады, сосын барып рұқсатын береді шығаруға. Сабыржан, жалпы жасыңыз нешеде қазір? Қазір 24-те. 24 жастасыз, бірақ осы той бизнес саласына келгеніңізге 5 жылға жуықтап қалды. 5 жыл, мектеп уақытында мектепте жүргенімде өзім қызықтыңыз кәсіпкерлікке. Тойға өзім жеке жұмыс істеуге, өз-өзіме жұмыс істеуге. Негізі қазіргі жастардың көбісі сіз секілді ойлайды, біреуге жұмыс жасағым келмейді, өзіме өзім басшы болып жасағым келеді деп айтып жатады. Бұны басында сіздің ата-анаңыз түсінген жоқ. Олар бұрынғы менталитеттегі оймен қалып кеткен ғой. Бірақ қазір сізді қолдап отыр. Жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Осы тұста кәсіпкерлікпен қазірден бастап, жалпы бүгіннен бастап айналысу керек пе? Бірінші үйрену керек қой, көп әрін өзі бастаған негізінде қиын, көп қателесесін, үйрену керек. Қазір бұл салада, жалпы басқа салада, өзі қызығатын саласында қазір онлайн курстар, немесе офлайн курстар болып жатыр. Бағасы қымбат бірақ. Енді әр жерде әр қалай шығар, біліміне байланысты, беретін білім оған өмір бақи ғой, оның бағасында тұрған табыс тауып отырады дейсіз ғой. Анау, мысалы бұл салада бізде өзіміз келешекте жақын арада уже курс дайындап жатырмыз, үйрететін адамдарға ше. Баннер бойынша. Баннер, дизайн бойынша, дизайн клиент. Жалпы осы бизнесті үйретесіздер? Бастапқыдан бастап? Бұл бизнес өзі терең да, бұл дизайн саласы дегенше. Әшейін мен, мысалы, өзім қанша жыл, 5 жыл жүріп дизайнды үйрендім. Әр жерден, әр түрлі программалардан, мен уже бойыма меңгергеннен кейін, енді уже мен үйрете аламын да адамдарға. Уже мен кезінде жасаған қателіктерімді жасамайтындай курс жасап жатырмық. И сол кезде, мысалы, бұл салада дизайнды бір үйреніп алған адам түрлі нәрсеге кіре береді, түрлі салаға кіре береді. Дұрыс айтасыз. Қазір СММ мамандарына әр түрлі, қазір өзіңіз білесіз, бизнестің барлығы Инстаграмға өтіп кетті. Барлығы өзіне дизайнер маман іздейді. Тіпті жаңалық порталдарының өзі дизайнерлердің сызбаларын арнайы
постқа картинкаларды сол кісілерге жасатады ғой. Және олардың айлық табысы енді $500,000-нан басталады деп естігем. Қаншалықты рас? Рас, бұл дизайн фрилансерлердің айлықтары сондай. Ал егерде айлықта жүретіндердің оларынкі 300,000 шығар дизайнерлердің айлықтары. Ол енді тұрақты түрде болғаннан кейін ғой. Тапсырысқа қарамайды. Бұл сала қазір неге дамып жатыр? Себебі қазір уже баяғыдай газет, журналдар қалып жатыр, барлығы онлайнға өтіп жатыр. Ал онлайнға өзінің мысалы бір мақала или хабарландыру жариялайтын болсаң да, оны дизайн істеп, соған салуың керексің. Содан кейін бұл сала сұранысқа ие болып жатыр. Сабыржан, қазір тіпті тойға шақыртулардың өзін бұрын шығаратын еді, шығындалатын еді ақшаға. Қазір онлайн бір ғана жаңағы шақырту жасайды да барлығына жіберіп тастайды. Ондайға өзің айналысып жатсың ба, тапсырыс келе ме оған? Менікі қосымша табыс ретінде келеді. Оны бір 5,000 теңгеге жасаймыз біз сондай шақыруларда. Бірақ ол жаңағы біздің жалпы көрермендердің қалтасын қақпайды ғой. Шығарғаннан гөрі сол бір ғана электронды тұрғыда оңайға түседі ғой. Оның нелері, түрлі нелері бар, оның видео несімен бар, андай видео форматында бар, ашын құр фото форматында бар, солайынан жасап өзі жібереді клиенттеріне. Заказдар оған да көп қазір тапсырыс түседі. Қосымша табыс. Жалпы бұл саланы меңгергеннен кейін жақсы табыс табуға болады деп түбегейлі айта аласың ғой. Өзім тауып отқаннан кейін білем бұл саланы. Сеніммен айтасың. Қанша жыл көргеннен кейін, бірақ бастапқыда қиын болады бастаушыларға. Енді бұлай бағыт беретін адам болмағаннан кейін саған қиын болған шығар. Маған қиын, содан кейін мен өзім курс ашам деп шештім. Содан кейін мен өзім қателескендерімді басқаларға қателеспес үшін. Және бұл салаға қазіргі көп ата-аналар негізінде қарсы. Бұндай қазіргі заманауи мысалы мобилография, осындай дизайн саласы, SMM саласы бұрындары жоқ еді. Қазір пайда болғаннан кейін олар қарсы бұл салаларға. Бірақ болашақ соған бара жатыр. Өйткені барлығы электронныйға өтіп жатыр. Әлем кейін роботтар басқаруы мүмкін. Енді ол болашақтың еншісіне қалдырайық. Түсінікті. Енді қазір сіздің ата-анаңыз өзіңіз айтып өткендей қолдап жатыр. Табысыңызды көргеннен кейін мойындады ма бұл саланы? Қазір мойындады. Қазір мойындады, қазір біледі, қазір мақтанады. Өзінің достарының, немесе коллегаларының тойында маған звондайды, осындай заттар керек жасап бер деп. Солар жасап беріп жатырық. Түсінікті. Енді курсқа келіп тоқталатын болсақ, бұл курсқа неше жастан, неше жасқа дейін азаматтар қатыса алады? Шектеулер бар ма? Курс қанша уақытқа созылады? Онлайн немесе офлайн форматта? Енді бізді көріп отырған көрермендердің басым бөлігі осындай сұрақ қояды енді сізге. Бұл курста енді біз әлі полный жасап жатырық, нелердің қалай бағыттарын қандай болатын. Бірақ офлайн болады, онлайн емес, өйткені онлайн сәл қиындау болуы мүмкін. Түсінікті болу үшін офлайн болады ғой. Офлайн өйткені оның қатесімен ары қарай жұмыс істеу үшін, оның жасаған жұмысын тексеру үшін, сосын біз офлайнға істеп жатырық. Жас айырмашылығы шектелмейді. Жоқ. Үйде отырғанда аналар істеуге болады бұны, бұл саламен айналысуға болады. Жас жігіттер, студенттер қосымша табыс ретінде айналысуға да болады бұл салалармен. Солар үйренсе болады. Курстың ұзақтығын белгілеп қойдыңыздар ма? 1,5 ай деп. 1,5 ай деп ойлап жатыр. Алғашқы тапсырысты алып, оны жасағанға дейін сіздер сүйемелдеу бересіздер ме? Қадағалаймыз, қателеспегеніне оларға көрсетеміз, үйретеміз. Біздің өзіміз шарларды, арзан жерлер алатын жер, біз өзіміздің плакаттарымыз. Құпияда сақтамайсыздар? Біз өзіміздің студенттерімізге, өзіміздің үйрететін шәкірттерімізге осының бәрін құпиялармен бөлісеміз. Түсінікті. Яғни, оларға барлық қолда тұрған козырдың бәрін ашып көрсетеміз дейсіз ғой. Ештеңкені жасырып қалмайсыздар. Бізде қазірдің өзінде мысалы бір-екі нелер бар, үйде отырған аналар бар. Үйреніп жатыр ғой. Олар үйренбейді. Оларға біз тек қана бір-екі ғана құралды бергенбіз, тек телефонмен
Инстаграм ашып, тек біздің жұмыстарды ғана біз береміз оған. Тапсырыс тауып береді ол кісілер. Олар заказды алады, содан кейін біз оған какой-то бір долясын береміз. Тапсырыс тауып берген үшін. Сөйтіп қана ақша тауып жатқан аналар бар. Ондайға да сіздер қабылдайсыздар ма? Үйде отырған аналарды? Біздің де екі адамдай ма бар үйтіп істейтіндер ше. Олар тек еш жерге бармайды, шара алып, установкасы әуре болмайды. Тек қана бізге айтады, тапсырыс тауып береді, болды. Өте жақсы. Солайынан ақша табуға болады. Негізі табыс табудың көзі қазір көбейіп кетті деп отырсыз, онлайн тұрғыда, үйде отырып. Соның бірі енді өзіңіздің жасап отырған дәл осы баннерлер болып отыр. Өте жақсы. Жалпы Сабыржан, енді жалпы өзіңіз қай жердің тумасысыз? Өзіңіз айтып отырсыз, кішкентайымнан бастап бизнес саласына өзім қызықтым, өзім бардым. Бұлай қарап отырсақ, ата-анаңыздан ерте бөлек шығып, өзіңізбен өзіңіз күніңіз көріп кеткен жігіттердің қатарында сияқтысыз ғой. Иә, мен мектептен бұлай қарай ата-анамнан ақша сұрамағам. Мен өзім негізінде туылған жерім Молбай Оразалиев ауылы. Сол жақта туылғам, қазір осы қалада тұрамыз. Әке-шешемізбен ауылдан келіп қалада. Көшіріп алып келдіңіз ғой? Жоқ, бірге көшіп келдіңіздер. Бірге кішкентайымда мен 2 жасымда келгенбіз қалаға. Жалпы болашақтағы жоспарыңыз қандай? Енді кәсіпкер ретінде кіші бизнесіңізді бастадыңыз, енді оны үлкейту мақсатында оқыту курстарын ашып жатырсыз, иә? Тағы да қандай жоспарыңыз бар? Негізі кәсіпкерлікке бір кірген адам одан шыға алмай қалады екен. Табысын көбейткен сайын әсіресе. Сізде қалай болып жатыр? Бұл мысалы қазір кәсіпкер деген андай да, кейбіреулер ойлайды, бір дүкені бар, үлкен магазин бар, или осындай істейтін жері бар деген сияқты. Бір офисі болу керек деп ойлайды ғой. Қалыптасып кеткен миында. Сондай ойларында бар. Негізінде олсыз да істеуге болады. Бұл сала. Менде тек қана бір телефонымда немен ғана Инстаграм өзім бір-екі сайттарым бар, солармен ғана жұмыс жасаймын, болды. Бірақ ол құралдардың бәрін үйрену керек қазірше. Қолдана білу керек дейсіз ғой. Қолдана білу керек. Бұл құралдарды білетін болса, уже болашаққа қарай уже мүмкіндіктер ашыла береді ғой. Сіз мына мүмкіндіктеріңізбен тіпті мына отырған мені қызықтырып отырсыз. Журналистиканы тастап, кәсіпкерлікке осы сіздердің инстаграмыңызға ауысып кетем ба деген ой болып жатыр менде де. Жоқ, журналистиканы тастамай-ақ бірге алып жүруге болады. Болады, бірге алып жүруге болады. Яғни бізді көріп отырған көрермендер өзінің негізгі жұмысы болса да, бұл саланы қосымша меңгеріп табуға болады. Көп уақыт алмайды дегіңіз келеді ғой, солай ма? Осы саланы бірақ үйрену керек. Оны өзі жасап, қателесіп, ұрынып. Бізде де мысалы қандай қателік болды сізде? Бір баннерлер жасаған кезде қателесу басына қай жерге шығаратынын білмейсіз. Жоқ, ондай емес, андай клиентке көрсетпей апарып қойған кездері болды. Ұнамай қалады, оны басынан істету керек. И то уақыт не, уақыт шектеулі. Сосын ақша кетеді. И то шарлары ұнамай қалған, өзін қазіргі шарларында түр-түрі болады. Бұл біз қолданатын шарлар, базардағы шарлар емес, біз өзіміз арнайы бір фирмадан аласыздар. Өзіміздің дүкендерден аламыз. Сондай шарлар. Осындай қателіктер болды, соны болдырмаудың жолдарымен де үйретеміз деп тұрсыз ғой сонда. Сабыржан, сабақ беретін өзіңіз ғана ма, әлде тағы да жаңағы ұстаз ретінде өзге де кәсіпкер жігіттер, достарыңыз бар ма? Бар, командамыз ғой. Командасыздар. Командамыз, інілерім бар, қасымдағы достарым бар. Бұл салада біреу дизайнер жағын үйрететін болса, біреу установка жағын. Таргет деп айттыңыз жаңа. Тапсырысты таргет арқылы көбінесе тауып жатырмын дедіңіз, және екі жаңағы ананы жұмыспен қамтып отырмын дедіңіз. Енді жұмыспен болғанда олар қандай да бір бөлігін алады, тапсырыс тауып берген үшін сізге. Енді таргетті да үйретесіз ба курста? Ол таргет деген өзі бөлек не? Бөлек тақырып қой негізі. Бөлек ол ұзақ тақырып, ол таргетпен клиентті шақыртып, олармен қалай жұмыс жасау керек екенін үйретеміз. Біздің көпшілік клиентіміз қазір таргет арқылы. Таныстар, олар уже заказ бермейді қазір. Тек қана бізде бөтен клиенттер, мысалы, қаланың мына басында отырған адам таргет арқылы мені көріп, мен қаланың мына басында отырып заказ бере береді.
уже сондай мүмкіншіліктер дайындап қойғанбыз біз. Енді бұл сіздің қазіргі заманауи құрылғыны пайдаланудың нәтижесінде тапсырысты тауып отырғаныңызды көрсетіп отыр. Бірақ таргетті түсінбейтін оқушыларға курсыңызда көрсетілген ме? Бұл білім беріледі ме? Әлде қосымша тағы да курс ашасыз ба бұл салаға байланысты? Бұл салаға негізінде қосымша керек негізі, иә? Керек, өйткені бірден келіп бәрін үйреніп алып болды, мен бастап кетем деген ондай жоқ. Біріншісінде үйрену керек оның клиентті қайдан әкелетінін, клиентпен қалай сөйлесу керек екенін. Сату жағы. Сату. Ең басты мәселе осы сатуға. Сенде қанша қабілетің болса да, қанша инструменттерің болса да, қаншама заттарың болса да, сен оны сата алмасаң, оны сатуды білмесең, бұл бизнесті бастамай қой десеңші. Сол үшін бізде ең үлкен біздің фишкамыз сол сатуды үйретеміз клиенттерге. Клиентпен сөйлесуді үйретесіздер. Клиентке ұсынуды, соған тапсырыс қабылдауды. Енді бүйтіп қарап отырсаңыздар, бөтен адамдар, сырттан сізді танымайды, инстаграмнан көреді, таргеттен көреді, сізге жазады. Қалай жаңағыдай оны өзіңізге, енді бұл жерде құпиясын ашпайтын шығарсыз, ол жөнінде курста айтатын сияқтысыз. Дегенмен менің сұрағым келіп отырғаны, қазір инстаграмда өкінішке орай алаяқтар да көбейіп кетті. Осындай жасап беремін деп алдын ала жаңағы жарты ақшасын алады да, кейін нөмірін бәрін өшіріп тастап кететін азаматтар да баршылық. Соны қалай білуге болады, қалай анықтауға болады? Инстаграм парақшаға пікірлерді оқу керек па, нені байқау керек? Мысалы, кейбіреулер біреудің жұмысын өзінің парақшасына қойып қоятындар да болады. Ондайлар да көп алаяқтар. Біздің де суреттерді қолданып көреміз, бірақ біз енді олармен күресіп, оларға энергиямызды құртпаймыз. Біз тек қана жаңа заказдармен. Бірақ клиентпен, мен өзім клиенттермен сөйлескен кезде, мен егер де сондай күдік болып жатса клиентте, мысалы тапсырыс беретін бөтен адам күдіктеніп, сен алдап кетпейсің ба, бір бөле дейтін болса, қалада онда жолығып заказ берсеңіз болады деймін. Мен жолығып сөйлесіп заказ бере алады. Ал егер де жоқ, мен бара алмаймын, уақыт жағым тапшы десе, мен удостоверениямды да жібере саламын кейде. Ол сенімді болу үшін бізге қорықпай заказ бере беретініне. Болды ма солай сенім жоқ адамдар кездесті ма? Көп кездеседі, ондайлар қорқады ақша беретін кезде, алдын ала бізде аванс аламыз ғой. Сол кезде ақша беретін кезде қорқады, кездесейік, жолығайық деп. Болды, осындай жерден келіңіз, осы жерге келін деп шақырып, клиент не істейді. Ол кезде де ақша беріп жатқан кезде де қорқынышы болады. Сол қорқынышын басу үшін өзімнің удостоверениямды беремін, мәнісі түсіріп алыңыз. Менің есімім Сабыржан, ойымдамаңыз деп ше. Олар заказды алып, қабылдап, ұнатқаннан кейін өздері туысқандарына да айтып, туысқандарын сенімді адам деп айтады ғой ол кезде. Сондай. Өзіңіз дұрыс айтып отырсыз, көбінесе мынау іштегі қорқынышты, үрейді басу үшін бәрібір адамды бетпе-бет көргенге жетпейді. Дегенмен көп адамда уақыт шынымен де тапшы. Жұмыс бастылар бар, өзі тойға дайындалып жүрген адам болса, әрине уақыт болмай жатады, әсіресе Баннерден басқа да олардың нелері көп қой, машақаты, тойдың машақаты. Дегенімен енді бұл клиентпен, яғни тұтынушымен сөйлесу өнерін алдағы курста, егер біздің көрермендердің тарапынан, Шымкент қаласының тұрғындарының тарапынан қатысатындар болып жатса, ерекшелігін тағы да үйретіп жатарсыз. Оның құпияның барлығын бүгінгі біз бағдарламада ашып бере алмаймыз сіздер үшін. Енді қашан ашылады? Қазірден бастап жазылуға болады ма? Орын саны шектеулі ма? Орын саны шектеулі. Бұл жерде өйткені біз сапаға қарайсыздар. Сапаға қараймыз. Көп адам алып, оның көп неде заказ. Нәтиже ғой басты сіздер үшін. Солай ғой? Сол үшін біз орын санын шектеп қойғанбыз. Өзі бір количество бар. Соларды ғана оқытып, біз тексереміз, көреміз, нәтижеге жеткізесіздер. Сосын барып, дальше жүргіземіз. Енді қазірден бастап жазылса болады ғой сонда сіздерге? Болады. Сабыржан, сіз инстаграм парақшаңызды атап өте аласыз ба? Декор KZ шым деп айтылады біздіңкі. Осы жұмыс нем парақшам. Менің өзімнікі Сәкежан деп аталады. Мен жеке парақшам. Сабыржан, тек Шымкент қаласында жасайсыздар ма бұндай жұмыстарды? Әлде өзге республика көлеміне шығатын кездер болды ма? Ол тиімсіз бе әлде? Өзге болғанда басқа сырт жақта қалаларға барамыз. Бізде Шымкент сыртында да ауылдар көп қой? Ауылдарға барамыз. Ленгір қаласы, Қазғұрт, Түлкібас деген жақтарға барамыз. Оған бірақ бағасы қосылатын шығар, жолға? Жолға қосылады, өйткені жол бар, уақыт бар.
соларды қосып есептеп өзіміз бір баға шығарып қойғанбыз. Бірақ салыстырмалы түрде өзім енді осы салада енді студияға қонақ болып келгеннен кейін зерттеу жұмысында жасадым. Бағалық саясатына, декорациясына, сол кезде салыстырмалы түрде біздің Шымкент қаласы бойынша сіздерде өте арзан баға екен. Сол үшін өзімнің атынан, жалпы халықтың артынан сізге жаңа алғыс білдіргім келеді. Себебі дәл қазір карантиннің кезінде, пандемияның кезінде өкінішке орай көптеген отбасы өзінің табысынан айырылып, қиын жағдайға түскендер болды. Сол жағынан сіздер бір көмек ретінде болады екен. Арзан дегенде бізде бағасы арзан деп, сапасы арзан деп ойлап қалады ғой көбісі. Бізден де төмендер бар, негізінде олар. Бар, олар жүргізіп жатыр, істеп жатыр. Бірақ сапасы сіздердікіндей емес. Орта баға қойғанбыз, өзіміз орта баға. Клиентте алған кезде риза, өзінің баннерінде ұнатқан кезде риза, ақшасын берген кезде де риза болып береді. Адалынан келеді бізге, адалынан. Біз сол нәрсені басты мақсатқа ұстанғанбыз. Негізгі мақсат сол дейсіз ғой. Бірақ енді өзім айтып өтейін, мысалы менің қолымдағы мына баннер, өзіңіз жасағансыз осы баннерді. Бұлай суретте қатты үлкен емес сияқты, бірақ шын өмірде көрсеңіз, оның форматы, оның көлемі өте үлкен. Дәл осы баннерді өзге де азаматтардан, өзге де сіз секілді осы саламен айналысатын әріптестеріңізден сұраған кезде, негізгі бағасын сіздердікінен 15%-ға жоғары айтты. Бірақ қолданылатын материалдар бір. Енді бұл адамдар өздері қалаған бағасын қойып жатады ма, нарыққа қарамайды ма, қалай болады? Олардыңкі, олар енді үйренген, енді бастағандар. Шығын жабамыз деп ойлайды ғой. Олар қымбат алады, шарды қымбат алады, олар білмейді біздің алатын жерді. Материалды біз арзан аламыз, оларды да білмейді материалды. Біз көптеген материалды біз арзан бағада аламыз. Өйткені біз қанша жылдан бері айналысамыз бұл саламен, біліп алдыңыздар барлығы. Содан кейін де біздің арзан, содан кейін де клиенттердің қол жетімді қылып жасағанбыз. Ал қазіргі сіз қымбат деп айтып отқандарыңыз, ол енді бастап жатқандар ғой. Енді бастап жатқан. Міне, қателік неден кетіп жатыр, сонда бұл жерде. Ал сіздің курсыңызға келіп жазылған шәкірттерге сіз жаңаға арзан жердің бәрін тауып берем деп отырсыз, солай ғой? Бізде, мысалы, бұл салада дизайнер болып үйреніп алып, тек қана дизайн жасап отыруға да болады. Бұл дизайнды ары кетсе 2000 теңгеге жасайды дизайнерлер. Мен өзім үлгермей қалған кезде басқа дизайнерлерге жүгінем, ол кезде дизайнерлер таппай қаламды. Сол нарық бос. Содан кейін де біздің ойымызға келді, осы дизайнер саласын дамыту керек екен. 2000 теңгеге жасайды, күніне 3 дизайн істесе, 6000 теңге үйінде шай ішіп отырып, бір ноутбук. Телефонмен? Ноутбук керек болады. Ноутбук керек болған. И осы саланы үйреніп алса, мүмкіншіліктер көп ашылады ғой. Ноутбуктың ақшасын да шығарып алады. Өте жақсы. Қазір бірақ сіздерге дизайн, өзіңіздің шәкірттеріңізді оқытасыз ғой дизайнерлікке, арасынан мықты дегендерін өзіңіздің командаңызға аласыз ба? Өзім командамның бәрі солайынан басталған. Олар келіп менен үйренейік деп қасымда жүріп, мен жұмыстарымды істеп, басында солай үйренген жігіттер, қыздар. И қазір өзім командамда солайынан дизайн не істеп отырады. Табыстап отыр. И келешекте бізде де тағы бұдан да басқа проекттер бар. Болашақта жасайтын, айналысайын деп жатқан. Оған да дизайнерлер керек. Мысалы, SMM саласы дегендер бар. Соған дизайнерлер керек. Сондықтан да біз өзіміз үйретіп алсақ деп атқанбыз. Өзіміздің қолымыздан шықса екен деп отырсыз ғой, бәрібір сенімді болады, біріншіден сапасы да жоғары болады, солай ғой. Түсінікті. Ендеше біздің тұрғындарға, жалпы көрермендерге айтар кеңесіңіз болса, әдемі кеңесіңізбен бүгінгі сұхбатты аяқтасақ? Кеңес деп айтатындай қатты бүйтіп. Әркімнің өзінің басы бар ғой деп қойсаңызшы. Үлкен жасап көріп тастаған жоқпын, бірақ қазіргі жастарға айтатыным, жалпы бұл жаңа технологияларды меңгеру керек, үйрену керек. Мысалы, телефонның өзін екі жағы бар. Бұл да пышақ сияқты. Бір жағынан нан турайсың, екінші жағынан адам өлтіресің. Қай жағына қолдансаң да өзің білесің. Дәл сондай телефонды да солайынан қолдануға болады. Өзің пайда әкеп, осындай жұмыстармен айналысып, табыс табуға да болады. Немесе уақытыңды өлтіруге болады. Уақытыңды өлтіріп, кино көріп жатуға да болады. Сол сияқты. Қазір негізінде бұл саланы үйгеру керек. Бұдан да бөлек басқа салалар бар, соларды да оқу керек, үйрену керек. Қазір мүмкіншіліктер өте көп. Ақшасын төлеп,
сен ана адамның қаншама жылдық қателескен білімдерін сатып ала аласың. Сондай бар. Сол сияқты үйрену керек. Өте жақсы, көп рахмет. Жұмысыңызға тек қана сәттілік, табыс тілеймін. Тұтынушыларыңыз көбейе берсін. Мынау курсыңыздың келген шәкірттер нәтижесін шығарып, сізді қуанта берсін дегіміз келеді. Сіз сияқты көзі ашық, көкірегі ояу, біздің қазақтың жігіттерінің қатары көбейсін деген ниетте бүгінгі сұхбатты аяқтасақ. Рахмет. Рахмет тағы да. Ал құрметті телекөрермендер, сіздер де үйде жай ғана отырмай немен айналсам деп отырған жандар болса, араларыңызда міндетті түрде Сабыржанның курсына жазылуға шақырамыз. Ендеше арнадан ауыспаңыздар, алда өзге де пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. ТВ телеарнасы қосулы болсын.